Баршаңызға сәлем достар, сендермен мен Еламан және достар. Біз бүгінгі видеода ауылға баратын боламыз. Достар, мен қазір әрине басында түсірмедім. Үйден қалай шықтым, қалай келгенімді, ауылға шейін қалай жетіп келгенімді түсірмедім. Ал енді түсірейін деп ойладым. Достар, сендерге қызықты болады деген ойдамын. Және де достар, жақында өте ауылдағы өмір туралы өте қызықты видеолар шығады. Сендер сол видеоларды жіберіп алмау үшін не істеулерің керек? Арнаға тіркеліп, колокольчикті басып кетулерің керек. Сонда егер мен видео тастасам, сендерге бірінші болып сообщение келеді. Сонда сіздер менің видеомды бірінші қарайсыңдар. Ал достар, біз қазір мен жолда жүріп келе жатқанда ойладым, неге видео түсірмеске? Қызық болады деген ойдамын. Сол үшін лайктарыңызды басып қараңдар. Міне сендерге видео түсіріп тұрмын. Міне мен ауылдамын. Міне жерде әдемі гүлдер өсіріп тұр. Қазір достар, қазір бара жатқанымызда түсіреміз. Ал қазір пауза. Міне достар, мен қазір бара жатырмын. Айттым ғой, бара жатқанымда түсіремін деп. Қазір бара жатырмын. Ауылдың жолын әлі ұмытқаным жоқ. Мына жерді ұмытпағанмын. Өйткені мына ауылда көп уақыт тұрдым. Достар, мен өзіме керекті заттарды алып алдым. Қаладағы үйімнен садақты алдым, оқтарымен, пышақ алдым. Тауықтың етін алып алдым. Пісірілген әдемі тауықтың етін алып алдым. Міне достар, ауылға да жетіп келдік. Достар, мен ана жолдан келдім. Достар, әрине мен бағана келе жатқанды ұмытып кетіппін видеоны қосуды. Сол үшін тез көрінген шығар сендерге. Тез жетіп келдің, өзің әдейі істедің деп ойламаңдар. Міне бағана таң едік, міне мен келгенімше міне күнде батып бара жатыр. Уже қараңғыда түсіп қалды. Достар, міне қараңғыда түсіп қалды. Сол үшін қараңдар. Міне ауыл. Мына жер әлі былай тұр екен. Егістік. Мына жерде сәбіз бар екен, екеу алып болдым. Тыныш, ешкімге айтпаймын деп. Немене бәрі үйіне кіріп кеткен. Айтпақшы достар, мына жерде түнде жүруге болмайды. Зомбилар жүреді. Бұлар сол қорқаннан кіріп кетеді ішіне. Ешкім жоқ па не? Ешкім жоқ па не үйде? Жителдер қайда? Мына үлкен үйдің әдемісін ай. Міне достар, қазір қараңғы сендерге көрінбей жатқан шығар. Бұлай істейін. Бұлай міне. Енді сәл болса да жақсы көрінетін шығар. Достар, міне бұл осы үй. Мен қазір мына үйде бір жерінде тұрам. Сендерге қазір ауылды бұлай көрсіп кетеді. Мені өлтірейін деп едіңдер ме? Ай, ақымақтар ей. Достар, мыналар мені өлтіруге келген ба, бірдеңе ғой. Менің алмазын пышағым ешкімнен жеңіліп қалмайды. Мына жерде құдық бар екен. Достар, мен сендерге қазір ауылды бұлай қысқаша обзорға етіп көрсетіп жатырмын. Кім атып жатыр? Қаш. Біреу келе жатыр. Артымыздан қуалап келе жатыр. Мына жерге бір жерге кіріп кетейік. Аш мына есікті, аш, кім бар? Достар, мына үйге кіріп кеттік. Біреу қуалап жүр. Скелет па, бірдеңе артымнан атып, көрдіңіздер ғой өздеріңіз. Артымнан артып қуалап жүр. Достар, міне ауылды бұлайша қысқа, өте қысқа, бұлайша көрсетіп кеттім. Бұлайша көрсетейін сендерге ауылды. Міне осындай, мына жерде үлкен үй бар. Әдемі. Міне осындай. Мына үй әдемі екен. Екі ағаштың арасында. Мына үйде тұра берейін ба? Жарық екен іші. Міне сенбесеңдер достар, мына жерде факел бар екен. Міне мына жерде. Мен бұлайша ауылды көрсеттім сендерге. Ал достар, міне бұлай ауыл. Ал ана жерде фонарик тұр. Түнде жарық етіп тұру үшін. Сол арқылы адамдар жүреді осы жерде жетелей. Мына жерде есік жоқ екен. Мына үй әдемі емес екен, мынаған қарағанда. Мына әдемірақ, есігі де бар екен. Мен тамақ қарным тоқ әлі, қарным ашқан жоқ.
Мына жерде мен қазір напака турайын. Достар, осы жерде. Міне ауылда напака әзірше ғана түсіреді, қызық ештеңе жоқ. Достар, егер видео қысқа болып кетсе, кешіресіздер. Міне мына жерде. Достар, міне мен ауылдан жетіп келгенше қараңғы түсті, күн батты. Мен мына жерге енді жетіп келгенімде күн адуши батты. Қап қараңғы болды, дала ештеңе көрмеді. Мына свет, мына факелдің арқасында мен мына жерде жүрмін. Әйтпесе ештеңе көрмей, сол жерде мені зомбилер өлтіріп қоятын еді. Міне достар, мен де видеомды аяқтай берейін, өйткені қазір түсіретін қызық ештеңе жоқ. Бұл менің киімім, алмазный әдемі киімім. Қазір мен видеомды аяқтай берейін, достар. Ештеңе етпейтін шығар. Видео егер қысқа болса, кешіресіңдер. Ал міне мен ауылға жетіп келдім. Әрине ютубта видеоның артында өзі жазылып тұрады. Ауылға бардым. Ауылдағы өмір, бұл бірінші бөлімі, достар. Әлі алда өте көп бөлімдер шығады. Сол үшін анаға тіркеліңдер, әйтпесе кешігіп қаласыңдар. Соңғы болып көресіңдер. Кім бірінші көргісі келсе, тіркеліп колокольчикті бассын. Ал сау болыңдар. Видео ұнаса лайк басыңдар.